Былай айтайыншы, негіз көп қыздардың пікірлеріне келісемін. Сонау мен бір кездері айтып едім ғой, мен пікірім осындай болған негізінде. Құдайға шүкір, қазіргі қатысушылардың көзі ашылып, нені көріп отыр, соны айтып жатқанға. Негізінде сол уақытта айту керек еді. Ботан тарапын айтсам, просто так сен мынандай болдың, удобный қыздар болады ғой, ер азаматтар, сондай қыздарды жақсы көреді. Алған нәрсеге де, титтей нәрсеге де көне беретін қыздарды, вот сондай уақытта 2-3 айдың ішінде сондай қыздарды жақсы көреді. И момент келген кезінде ол жігіттер суып аяғында тастап кетеді. Бота, біле білсең, осы орындақта отырып, мен бүкіл нәрсені қалай көріп тұрмын, екеуінің тарапынан солай айтып бастаған еді. Не дегенмен Мирасты жақсы білетін, таныстықта болған қыздардың бірімін ғой, бетін қайтарған. Сондықтан едім, дұрыс айтып отыр, Ерлан аға да, Аружан да дұрыс айтып отыр. Түбі айырылысуға келе жатқан, көзінде жанар да жоқ, Мирастың қазір асып кеткен. Менімен таныстықта кезінде жап-жақсы жүрген ер азамат қазір солыңқырап қалған десем де болады бар ғой. Мен Мирасқа айтқым келіп тұр енді. Мирас, кеше мен саған айтарым, сен қарап отырған шығарсың. Кеше мына жерде мен қаншама адамдар мені көмді, қаншама адамдар, мен осы уақытқа дейін сені қорғап алып шығатынмын. И сен де мені қорғағансың. Бірақ енді бар қалағаның осыма деймін да, мені көміп осы жерде отырсын. Мен барынша айттым, мен сені таңдадым, сен мен ер азаматымсың, мен сені жақсы көрем, бірақ та хотя бы осы жерге келіп мені қорғауың керек еді да. Білмеймін, бар қалағаның осыма деймін да, барлығы маған жабылып енді сендегі былай қарасаң шакалдар уже жан-жақтан жеп жатыр да мені. Сонда саған осы экранның ар жағында қарап отыру саған ауыр емес па? Менің жүрегім қазір уже ауырып жатыр. Білмеймін, Айдайхан басқа ешнәрсе айта алмаймын. Мен таңдаған ер азаматым көз алдымда өзі жоқ болып бара жатқан сияқты. Бұрынғы Мирас уже жоқ сияқты қазір.